Ескі шөміштің сабының ішінде марқұм енесі қалдырып кеткен гауһар тастар толы екенін байқамай тауып алды. Сол сәтте ол сабын сындырып көріп еді. Олардың сабының ішінде де жасырылған гауһарлар бар екен. Сонда ғана ол енесі барлық жинаған байлығын жасырын түрде өзіне қалдырғанын түсінді. Бірнеше күн бұрын енесі қайтыс болған күні адвокат маған кенеттен хабарласқан еді. Әженің 3-ші келініне ескі ас үй шөміші мұраға қалдырылды. Құдая, естідің бе? Шөміш. Келін, бұл анаңның саған деген құрметінің белгісі ғой. Жақсылап сақта, жаңа жылдық кешкі асқа жарап қалар. Бәрібір бөтен ғой. Олардың көзқарасы ине секілді жанымды шаншыды. Мазақ, аяушылық, ең қатысы іштеріндегі жаман қуаныш пен қызығушылық еді. Мен үндемедім. Ескі шөмішті үнсіз алып, қаралы залдан шығып кеттім. Үйге оралдым. Үйдің барлық жерінде енемнің ізі қалған. Мен оған 7 жыл қарадым. Соңғы 3 жылда ол қатты ауырғанда түнде аударылып кетсе, есту үшін төсегінің жанында еденде ұйықтайтынмын. Мен ол маған әділ болады деп ойламадым. Қай ана өзінің баласын бөлектейді, бірақ бәрі осыншалықты алысқа кетеді деп күтпедім. Енемнің заттарын жинай бастадым. Көп емес екен. Барлығы ескі шабаданға сиып кетті. Мына матадан тігілген түйнекшені өзі тіккен. Оның ішінде өмір бойы жинақтаған ең қымбат дүниелер жатыр. Жинақ кітапшалары, фотолар, сырғалар. Бәрі туған балаларына арналған. Ал маған қатысты ештеңе жоқ. Мен оған 7 жыл қызмет еттім, бірақ жүрегінде тек тілазар балалар ғана болды. Сонда мен кім болдым? Тегін күтуші ме? Шабаданды жауып алып қоймақ болғанымда қос төбі бар екенін байқап қалдым. Ішінде күйеуіміз екеуміздің үйлену тойымыздағы сурет жатыр екен. Оны баяғыда жоғалтып алдық деп ойлайтынмын. Артында жазу бар. Бұл енемнің қол жазуы еді. Ұқыпты түзу әріптер. Баламнан қалған ең маңызды мұра. Күйеуім мен 5 айлық жүкті кезінде жол апатынан қайтыс болды. Ол дүние өткеннен кейін мен күндіз супермаркетте кассир болып істедім. Кешке үйге келіп енеме қарайтынмын. Кейін ол қатты ауырып қалды. Мен жұмыстан шығып, толықтай енеме күтім жасауға көшіп кеттім. Сол күні енем бір тамшыда көз жасын төккен жоқ. Жылағаннан не пайда? Өлген адам тірілмейді, деді ол. Күйеуімді жерлегеннен кейін 3-ші күні енем менің үйіме көшіп келді. Аяғандықтан емес, жай ғана баратын жер болмады. Үлкен ұлы үй тар деді, ортаншы ұлы балалар шулап кетеді деді. Ал одан кейінгісі әйелім қарсы деді. Мен қарсы болмадым. Ол күйеуімнің анасы, демек менің де анам деп ойладым. Оған қарау менің міндетім деп санадым. Жарты жылдан кейін мен босандым. Сол кезде үлкен келін де босанды. Ол небары 7 айлық жүкті еді. Мұны арнайы саған пісірдім. Жүкті әйел дұрыс тамақтануы керек. Үй тауығы бір келісі өте қымбат. Анам бәрін маған берді деп мақтанды ол. Мен оның маған қамқор емес екенін білдім. Ол тек енемнің мені еркелетпейтініне көз жеткізгісі келді. Енем маған бір қарап өтті де үлкен келіннің ішін қуана сипады. Әуре болма. Бұл ұлым соңғы рет жатқандағы жайма, әлі жинап үлгермедім. 7 жыл. Мен бір күні ол бәрібір байқайды деп ойладым. Таңда қашан тұрып, қашан жататынымды байқайды деп үміттендім. Қыста оған жылытқыш дайындайтынымды, жазда желпіп отыратынымды. Өзім кондиционер қоспасам да төсегінің жанына кішкентай желпуіш алып бергенімді. Бірақ ол байқамады. Немесе байқаса да көргісі келмеді. Оның көзінде менің істегенімнің бәрі қалыпты нәрсе еді. Себебі мен келінмін. Себебі мен бөтенмін. Мына сырылған күртелерді өзім тіктім. Ол тоңат деп. Сапалы мақтамен әр тігісін қолмен тіктім. Бір күртеге жарты ай уақытым кететін. Қолымды 100-деген рет ине шаншыды. Бірақ ол бірде-бір рет кимеді. Тым қалың, әдемі емес деді. Кейде ойлайтымын. Егер мен де үлкен және ортаншы ұлдар сияқты оны қараусыз қалдырсам, бәлкім маған жақсырақ қарар ма еді деп. Жоқ, онда да мына келінді қара, ұлым өлген бойда бізді ұмытты дер еді.
одан ешқашан жылы сөз естіген емеспін. Суық па? Жаман. Су жылы ма? Жаман. Су салқын ба? Тағы жаман. Не істесем де дұрыс болмайтын. Тәте, қызыңыз қандай қамқор, күнде келіп тұрады екен. Бұл қызым емес, келінім. Осындай қамқор келініңіз бар екен, бағыңыз бар екен. Бағым бар ма? Маған қарау оның міндеті, тегін емес қой. 7 жыл бойы осы сөздерді естідім. Дәрет ыдысын тазалау міндет, денесін сүрту міндет, түн ортасында жедел жәрдем шақыру міндет, бәрі міндет. Ал басқа ұлдары көрінбесе де, ол оларды қамқор санайтын. Бәріне балаларым жақсы, өмірлері қиын деп айтатын. Кейде ойлайтынмын, егер күйеуім тірі болғанда маған басқаша қарар ма еді? Жоқ, олай емес сияқты. Ол мені ешқашан өз адамы санаған емес. Күйеуімнен қалған мұра ретінде мына суретпен қызым ғана қалды. Ал мына шөмішпен не істеймін? Сақтаймын ба, әлде лақтырып тастаймын ба? Мұнда кім бар? Анашым, не қарап отырсың? Әжем анама қалдырған. Анашым, әжем айтқан, жақсы заттарды жақсы адамдарға қалдыру керек деп. Рас па? Ол мұны қашан айтты? Әжеме соңғы рет барғанымызда, сен су алуға шыққанда, әжем қолымнан ұстап, қызым, әжең ең жақсы дүниесін сенің анаңа қалдырады. Себебі сенің анаң ең жақсы адам, деді. Тірі кезінде енем көп нәрсе айтатын. Ол кезде жай сөз секілді көрінетін. Енді түсіндім. Әр сөзінің астарында мән бар екен. Анаң бұл өмірде саған ештеңе қалдырмады, бірақ ақшадан да қымбат нәрсе жинады. Есіңде сақта. Чөйлу 117-ге бар. Сон тәтейді тап. Күлшенің ішінде бір нәрсе жасырылған. Ешкімге көрсетпе. Қолым дірілдеп кетті. Ене, менен нені жасырдың? Бұл енем жазып кеткен мекенжай. Тігін шеберханасы. Сен Суйланның келінсің бе? Сіз қайдан білесіз? Енең айтып кеткен. Бір күні сен осы шөмішпен келесің деген. Шөмішпен? Келген сен екенсің ғой, кір отыр. Иә, сенің енең оңай адам емес еді. Негізгі байлықты саған қалдырды, деді.